Қыздар сәлем, бүгін біздер кунжутный печенье пісіреміз. Өте жұмсақ, дәмді, әдем, күшті болады. Бірінші сары май саламыз, содан кейін шекер саламыз, жұмыртқа саламыз, әбден араластырамыз. Жұмыртқа жаңағы шекері ерігенше, майдың іртік болмай, қалмайынша сөйтіп жақсылап араластырамыз. Әбден араластырып болған соң, жаңағы нені қосамыз? Ұнды аздап қосамыз, онан кейін ванилин қосамыз, ванилин кейін разрыхлитель қосамыз. Қамырымыз жұмсақ күшті болады, одан кейін кунжуттың барлығын сеуіп жібереміз, сөйтіп қамыр илейміз. Барлық ұнды салып қамыр илейміз. Қамыр илеп болғасын пергаментный бумагаға осындай домалақ етіп, қолымызбен басып жүріп печенье тәріздес қылып жасаймыз. Болды, пісіруге береміз. Міне мен